Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің мини сабағымыз 6 сынып информатика пәніне арналады. Алдымен мен өзімді таныстырып кететін болсам, Мойылды негізгі орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің информатика пәнінің мұғалімі Отанбеков Айыл Амангелдіұлы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз компьютер қалай жұмыс істейді. Компьютерлік жүйелер және желілер. Ең алдымен біз осындай сұрақтарға жауап беріп өтейік. Компьютер деген не? Компьютер қандай құрылғыlardan тұрады? Бүгінгі біздің үйренетініміз компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуі. Аналық тақшаның орталық процессордың байланыс порттарының қызметін қарастыратын боламыз. Компьютер деген не? Электр есептеуіш даму тарихын бірнеше буындарға бөлінеді. Буындардың ауысуы электронды техникалардың дамуымен және әлемнің элементтік базасының ауысуына байланысты. Дербес компьютер мынадай бөліктерге тұрады. Ақпаратты өңдеу және сақтау құрылғысы. Бұл жүйелік блок. Екінші, ақпаратты шығару құрылғысы. Бұл монитор. Ақпаратты енгізу құрылғысы. Бұл перне тақта. Компьютердің ең негізгі бөлігі бұл жүйелік блок. Жүйелік блокқа компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары жалғанады. Біз компьютерде іске қосылғанда құрамдас бөліктерінің барлығы ақпараттарды өңдеп, дайын ақпараттарды ұсыну үшін жұмыс жасайды және де өзара әрекеттеседі. Жүйелік шиналарда процессордың ішкі және сыртқы жадтары, енгізу құрылғылары және де шығару құрылғылары жалғанған. Жүйелік блокта қандай құрылғылар орналасқан? Жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар бізге көрінбейді. Жүйелік блоктың ішінде орналасатын құрылғылар төмендегідей. Аналық тақша, микропроцессор, компьютердің ішкі жады, дискі жетек, алдындалы тасымалдаушыны оқуды және оған ақпаратты жазуды жүзеге асыратын құрылғы болып есептеледі. Дискі жетек. Сонымен қатар жүйелік шина компьютердің түрлі құрамдас бөліктерінің байланысын қамтамасыз ететін электронды сұлбалар. Қоректендіру блогы, желдету, қорғау жүйелерінен тұратын компьютердің электромеханикалық бөлігі болып есептеледі. Аналық тақша. Аналық тақша компьютердің ақпараттық негізі. Аналық тақша арқылы жүйелік блоктың құрылғылары өзара әрекеттеседі және де ақпараттар алмасады. Аналық тақша компьютердің микропроцессоры, тұрақты сақтау құрылғысы, тұрақты есте сақтау құрылғысы және де басқа да құрамдас бөліктері орналасқан тақша. Аналық тақшаның негізгі қызметі компьютердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Аналық тақша мыс өткіштермен қапталған. Микропроцессор алдарыңызда тұрған микропроцессордың сұлбасы. Компьютердің мәліметтерді өңдеуге және компьютер жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі болып есептеледі. Микропроцессор программалар арқылы берілетін командаларды орындайды. Микропроцессор неғұрлым шапшаң жұмыс істесе, компьютерде соғұрлым жылдам жұмыс істейді. Ол компьютердің барлық құрамдас бөліктерімен байланысты болады. Заманауи микропроцессорлар көп ядролы микропроцессорлар еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Процессордың басты сипаттамасы тектілік, жиілік, тақтылық, жиілік. Ол мегагерцпен және гигагерцпен өлшенеді. Тақтылық, жиілік қаншалықты жоғары болса, процессор алынған мәліметтерді соғұрлым тез өңдейтін болады. Жүйелік шина. Жүйелік шинаның
негізгі қызметі процессорлар арасында және дербес компьютердің қалған басқадан құрылғыларының арасында ақпараттар тасымалдау болып табылады. Шинаның разряды ондағы сымдардың санына тәуелді. Деректерді жазу кезінде процессор адрес шинасы бойынша ішкі жадқа ұяшық адресін береді және деректер шинасы бойынша осы ұяшыққа жазылатын ақпаратты алады. Жүйелік шиналар деректер шинасы, адрестер шинасы және де басқару шинасы. Компьютердің жады. Компьютердің жады екіге бөлінеді: ішкі жады және сыртқы жады. Ішкі жады жедел жады, тұрақты жады және де теріс жады болып үшке бөлінеді. Сыртқы жады магниттік дискілер, флеш жадылар, оптикалық дискілер. Магниттік дискілер қатты дискілер, иілгіш дискілер. Флешка алдарыңызда тұрғандай флешканың сұлбасы. Оптикалық дискілер бұлар CDR, CD-RV дискілер, DVD-R және DVD-RV дискілер. Компьютер порттары. Порт компьютерден компьютерге дерек беретін құрылғыларды жалғауға арналған қосқыш болып есептеледі. Мысалы, басып шығарғыштар параллель порттарға, ал модемдер тізбекті порттарға жалғанатын болады. Сонымен қатар қосымша құрылғыларды жалғау үшін тізбекті порт және USB порт пайдаланады. USB порты компьютердің алдыңғы немесе артқы жағында тізбекті немесе параллель порттың жанында орналасатын болады. Міне порттарға жалғанатын біздің жүйелік блоктың артында орналасқан. Енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша осындай сұрақтарға жауап берейік. Дербес компьютер қандай құрылғыдан тұрады? Жүйелік блоктың қызметі қандай? Жүйелік блоктың ішінде қандай құрылғылар орналасқан? Аналық тақшаның негізгі қызметі қандай? Микропроцессор қандай қызмет атқарады? Және де компьютер порттары дегеніміз не? Себебін анықтайық. Неліктен ақпарат алмасу процесі аналық тақша арқылы өтеді? Екінші, не себепті компьютердің барлық құрылғылары өзара әрекеттеседі? Компьютер порттары не үшін қолданылады? Құрметті білім алушылар, біз компьютерде орындайтын мынандай тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші, PowerPoint программасын іске қосыңдар. Екінші, компьютер құрылғылары және жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар тақырыбында презентация дайындаңдар. Презентация интернеттен суреттер алып қолданыңдар. Презентацияға фон және дизайн қойып безендіріңдер. Әрбір суреттің астына атауы мен қызметін қысқаша жазыңыздар. Жасаған презентацияларына атау қойып өз бумаларына сақтаңдар. Презентацияларыңды интерактивті тақта арқылы сыныптастарына көрсетіп бөлісіңіздер. Дәптерде орындайық. Сызбаны дәптерге толтырыңыздар. Ішкі жад және де сыртқы жад. Ішкі жад пен сыртқы жадтың бөліктерін дәптерімізге орындаймыз. Талдап салыстырайық. Құрылғыларды салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айтыңыздар. Үйге тапсырма. Құрметті білім алушылар, сурет бойынша порттар арқылы компьютерге қандай құрылғылар жалғанатынын тауып дәптерлеріңізге жазыңыздар. Сабақты қорытындылаймыз. Ауа райы арқылы бүгінгі өтілген тақырыпқа қорытындылайтын боламыз. Бірінші, тапсырмаларды орындау жеңіл әрі қызықты болды. Егер қызықты болса, осы жерге біздің өзіміздің галочкамызды қоямыз. Тапсырмаларды орындауда қиындықтар туындаса, осындай галочка қоямыз. Тапсырмаларды орындай алмадым десеңіз, осындай галочка қоятын боламыз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің бейне сабағымыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.